Егер өміріңізде әртүрлі қиын ситуациялар болып жүрсе, немесе эмоционально өзіңізді жаман сезініп жүрсеңіз, немесе бір ямаға түсіп кетсеңіз, онда ол ямадан қалай шығуға болады? Осы видеода мен соның 7 қадамын айтатын боламын. Бір өзімді бір психолог ретінде көрсетпеймін. Кәсіпкермін, тендермен айналысып жүрмін. 5 жыл уақыт болды. Және әртүрлі ситуациялар болады. Кәсіппен айналысқаннан кейін, тем более проблемамен сіз дос боласыз. Және ол проблемалардан қалай шыққаны туралы маған не көмектесті, сол туралы айтатын боламын. Жалпы өзімнің басыма тоқталатын болсақ, 2024 жылы менде бір өте қиын жылдардың бірі болды. Оған дейін мен 2021 жылдан бастап уже кәсіппен айналысып жүрген адаммын. Жақсы ақша тауып жатырмыз. Айына 5 миллион, 10 миллион теңге тендер арқылы тауып жүрміз. Бірақ 2024 жылы менде басқа кәсіпке кіру деген ой болды. Тендермен тапқан ақшамның көпшілігін алдында басқа кәсіптер аша бастадым. Карахом, может быть, осы Алматыда тұратын адамдардың көбісі біледі. Карахом деген чайный домды аштық. Оған где-то бір 15 миллион теңгедей кетті. Оны ашуға аштық, бірақ ол бизнес жүрген жоқ. Где-то бір 6 ай тұрды, минусқа жапты, 0 болды. Содан кейін ол жабылды. О жақта ақшамыз тұрып қалды. Детейлинг аштық, о жақтан ақша шығарамыз ба деп. Оған бір где-то 10 миллион теңгедей құрттық. Ол жабылды. 3 ай тоже жүрді. 0 жапты, минус болды. Сонымен ол кәсіпті тоже тоқтатып тастадық. Одан кейін жылдың соңына қарай бір ең соңына қарай өте ауыр жүк болды. 25 миллион теңгені біреуден алып, соны басқа біреуге инвестор болып салдым. И ол 25 миллион теңгені бір қызығы ол адам просто алды жоқ кетті. Яғни егер бизнесіңді ашып тұрып жүрмесе проблема емес екен. Бірақ бір адам ақшаңды алып кетсе, жоқ болып кетсе, ақшаңды алып. Вот сол қатты теткен негізі. И 25 миллион теңге жоқ болды. Жалпы 2024 жылы осындай ақшаны жоғалту деген бойынша бір рекорд қойған жылымның бірі болды. Бірақ 2024-тің аяғына қарай сол проблемалардың барлығынан шығып, жақсы табысқа шығып кеттім. Және 2024-тің аяғына қарай әкеме Hyundai Sonata автокөлігін алдым. Осы момент бір өмірімде қызық көрінеді. Жылдың басынан аяғына дейін соңғы 2024-тің 2 ай ғана алдыңғы айлардың бәрін жоқ тастады. Не көмектесті, соны алда түсіндіретін боламын. Бірақ 2024 жылдың осы қиын ситуациялар кезінде шыны керек проблеманың барлығын өзімнен іздедім. Қай кезде мен дұрыс емес жасадым, қай кезде мен қателіктер жібердім, соның барлығын өзіме мойындап, солай жұмыс жасадым. Бірақ қатты стресске түстім. Өйткені істеп жатқан нәрсенің ешқайсысыға нәтиже бермейді. Ананы істеп көресің, ол нәтиже бермейді. Ананы істеп көресің, ол да нәтиже бермейді. И ол кезде сенде уже андай автомат мынадай ой кетеді. Как будто сенің қолыңнан еш нәрсе өмірде келмейді деген. Менде сондай ой болып қалды. До того мен өзім дұрыс визуализация жасай алмайтын болып қалдым. То есть просто мысалы отырып жақсы ой ойлайын десең де оны жасай алмай қаласың. Менде сондай болып қалды 2024 жылы. Мысалға елестетесің ғой, визуализация жасайсың, бір Геленвагенмен кетіп баратырмын деп ойлайсың, бірақ Геленвагенмен кетіп барып аварияға ұшырап қаласың. И осындай проблемалардан кейін тіпті сіздің ойыңыздың өзі қолыңыздан түк келмейді деп ойлап қалу шансы өте жоғары. Және ол моментте өзіңізді контрольға ұстауыңыз керек. Сонымен маған 2024 жылғы қарыздардан, проблемадан құтылуға мына қадамдар көмектесті. Біріншісі, бұл қиыншылықтан қашпау. Адам өз-өзіне бұл қиыншылықтың болғанын мойындау керек, және ол қиыншылықтардың болуы ол сізді өсіретінін қабылдау керек. Кез келген адамның мойнына белгілі бір проблема түсе ме, ол оны өсіру үшін келген. Ешқандай қиыншылық адамды дноға тастауға, ямаға кіргізуге, оны өмірден түңілттіріп жібермейді. Кез келген проблема Алла тағаладан беріледі, және ол сіздің көтере алатыныңызға беріледі. Яғни, сіз егер 20 миллион теңгелік қарызды көтере аласыз ба, онда ол сізге беріледі. Мысалға, просто так айына 200 мың теңге тауып жүрген адам, скорее всего, ол 20 миллион теңге қарызға просто так кіріп кете салмайды. Өйткені оны көтере алмайтын Алла тағала біледі. Мен 25 миллион теңге қарызға кіріп кеттім ба, онда мен осы уақытқа дейін оны тауып, орындап, уже көтере алатынын білгеннен кейін ол маған жүк келді. Және мен ол проблеманы қабылдадым. Қашпау керек. Көп адамдар осы проблемадан қашады, және қашу үшін не істейді? Ойын басқа жаққа жұмсайды. Яғни жаман ойлағысы келмей, не істейді? Ойындар ойнай бастайды, көп тамақ ішіп кетеді. Көп адамдар проблема кірсе семіріп кететін сол, тәтті жегісі келіп кетеді. Сериалдар көре бастайды, үйден шықпай қалады. Постоянно кино, сериал, чтобы ана ойын басқа жаққа құрту керек қой. Ана қиыншылықтардан
отличиться ету керек та. Қиыншылықтарды ойласа, уже проблема кіріп кететінін түсініп тұр. Сөйтмесе ойын басқа жаққа бұра бастайды. Алкоголь ішеді, темекі шегеді, рилс, тиктокта, соцсетте көп отыратын болады. Өзінің ойын басқа жаққа бұру үшін. Бірақ бір нәрсені түсіну керек. Бұлардың барлығы иллюзия да. Енді оның шешімі өміріңе келіп тұрған қиыншылық пен сынақты қабылдау. Оны мойындау керек. Яғни белгілі бір проблема келетін болса, ол нәрсенің бәрін қабылдау керек. Қашпау керек. Ойды басқа жаққа бұрамын, жаңағыдай сериал көріп кетемін деген нәрседен аулақ болған дұрыс. Как есть. Розовый очки киюдің қажеті жоқ. Телефонды үйге тастап, далада бірнеше сағат жүріп, өміріңізде не болып жатқанын ойлану керек. Кейде адам өмірінде не болып жатқанын түсінбейді. Өйткені ойлануға уақыт жоқ. Айтады да, осы әлемдегі бай Рокфеллердің айтқан сөзі бар. Егер сен көп жұмыс жасай берсең, сенің бай болуыңа уақытың жоқ дейді. Ең бірінші бай болғың келсе, мен не істер едім дейді, мен барамда ойланатын едім дейді. Сондықтан адам өзі ойлануға уақыт құрту керек. Күнделікті бір 30 минут, 40 минут уақыт ойлануға. Не болып жатыр? Қалай болып жатыр? Қайда бара жатырмын? Проблема болса, ол проблема неден туындады? Ол проблема қайда алып баруы мүмкін, егер мен қашатын болсам? Деген нәрселердің барлығын ойлап, анализ жасап, қорытындысын шығару керек. Жалпы қорытынды дәл қазір ямада екеніңізді түсіну. Егер белгілі бір проблемалар болса, ол проблемаларыңыз бар екенін қабылдау. Екіншісі, бұл өткен шақ болашақпен бірдей емес. Көп адамдардың мынандай бір қателігі бар. Өткен шақта белгілі бір әрекеті дұрыс шықпаса, қолынан келмесе, нәтижеге шығармаса, онда болашақта да сондай болады деп қолын сілтей салады. Менде солай болды ғой. 2024 жылы мен көп қадалдым. Бірақ мен будущем, мен болашақта қолымнан түк келмейді деп тоқтап қалған жоқпын. Әлі күнге дейін әртүрлі нәрсені жасап көремін. Бірақ сол қателіктердің бәрін қабылдау керек та. Яғни мысалы 2024 жылы мен қандай қателіктер жібердім, солардың бәрін жөндедім, анализ жасадым, сабақ алдым. Сөйтіп болашаққа өзі дұрыс қадамдарды жасай бастайсыз. Ал егер сіз өткен шақтағы жасаған әрекетіңізбен болашақта да сондай болады деп жоспарлайтын болсаңыз, онда дұрыс нәтижеге шыға алмайсыз, және қазіргі ямаңыздан да шыға алмауыңыз мүмкін. Сондықтан өткен шақ ол өткен шақта, болашақ ол болашақ. Сіз қазір дәл қазірмен өмір сүруіңіз керек. Болашақта мынандаймын, бүйтіп кетемін деген емес, дәл қазір, здесь и сейчас өмір сүру керек. Сол кезде сіз шешімдерді шығара алатын боласыз. Мысалға мынандай бар, мен диета ұстап көрдім, бірақ арықтамадым. Мен ақша жинап көрдім, бірақ жинай алмадым. Негізі жинауға болады ғой, дұрыс әрекеттерін жасаса. Бірақ бұрын ол қате жасағаннан кейін, жиналмағаннан кейін, алда да сөйтіп жинай алмаймын деп қорытындылап тастайды. Мен қыздармен танысып көрдім, бірақ маған қарамады қыздар. Значит, мен үйленбеймін. Мен тендермен айналысып көрдім, бірақ табыс таппадым. Мен бизнес бастап көрдім, бірақ ештеңе шықпады деп айту, бұл деп қорытындылап тастау бір-екі қадамнан кейін. Ол дұрыс емес нәрсе. Даже если сен 3-4 қадам жаса, бәрібір ол өмірің сондай дейін қорытындылап тастау, ол дұрыс емес нәрсе. Сен қазірмен өмір сүруің керек. Өткеннен сабақ алуың керек. Болашаққа жоспарлауың керек. Тек осылай ғана өмір сүру керек. Қазір өмірімде бәрі жаман, енді жақсы болмайды, өткені мен сондаймын деп айтатын адамдар бар. Мысалы, бір пример келтірейін. Гарри Поттер кітабын басып шығарған адам, редакторлар 12 рет оған отказ берген басып шығаруына. Beatles группасы бар, әлемге танымал, 1000 рет концерт берген. Әлемге танымал болмастан бұрын 1000 рет концерт берген. Томас Эдисон, жарық шамды ойлап тапқан адам, 10.000 рет қайталап жасаған. Яғни 10.000 рет қана оның қолынан келді да, ол шамды дұрыстап, әдемілеп жасап шығаруына. Бірақ ол берілген жоқ қой. Мысалы, кеше мен қолынан келмеді, бүгін келмейді емес, жасай берді, и в итоге ол шықты да қолынан. Мысалы, мына кісіні жастар таниды көбісі. Мистер Бист ютубта өзінің алғашқы 1 миллион оқырманын 5 жылда жинаған. Ал қалған 100 миллион оқырман всего лишь 3 жылда ғана жинаған. Өткені қолынан келді, әрекет жасады, дұрыс ойда болды. И сосын постепенно жасау арқылы, жоспарлау арқылы осылай 5 жылда жинаған оқырманнан қарағанда 10 есе, 100 есе көп оқырманды 3-ақ жылда жинап шықты да. Енді қорытындылайтын болса, жалпы өзіңді кінәлауды тоқтатып, бірақ осыған дейін жасаған әрекеттерінің дұрыс емес екенін мойындау, қателіктерді мойындау керек. Егер адам даже жасаған қателіктерін де мойындамаса, онда ол проблемадан шыға алмайды. Енді бұны қорытындылайтын болсақ, сізді осы жағдайға алып келген қате әрекеттеріңізге анализ жасап, енді қайталамауға тырысу керек. Үшіншісі, ямаға кіргізген әрекеттеріңізді өмірден алып тастау. Әр адамға әртүрлі қиыншылықтар келеді. Қазіргі өміріңізде мынандай бір тапсырманы жасаңыз, қазіргі өміріңізде қиыншылықтарға әкелген қате әрекеттерді қағазға жазыңыз. Мысалға, может быть, қаржылай сауатсыздығыңыз ба,
может быть адамға сеніп қалғаныңыз ба, мүмкін сіз бір таныс емес адамға ақша бергеніңіз ба, кейбір адамдар бар, мысалы досына кредит алып бере салу және өзі қиналып жүреді. То есть осындай дұрыс емес қателіктеріңізді қағазға жазып шығыңыз, чтобы олардан арылу үшін. Энергияңызды сорып жүретін заттардан және адамдардан арылыңыз. Энергия уақыттан қарағанда қазір маңызды. Көп адамдардың энергиясы жетпей қалғаннан кейін ол толыққанды әрекет жасай алмайды. Осы тапсырманы міндетті түрде орындап шығыңыз. Келесі, егер ақшалай қарыз болсаңыз, онда қарыз алған адаммен келісіп барлығын түсіндіріңіз. Көп адамдар қашады. Мысалға, менде қарыз болдым адамдарға 20 миллион теңге. Сол кезде мен қашқан жоқ, мен жағдайын барлығын түсіндірдім. Қашсаңыз, одан сайын сізге қарыз берген адам жағдайды түсінбей, сізге хабарласа береді. В итоге отношение бұзылып кетуі мүмкін. Сондықтан дұрыс барлық жағдайды түсіндіріп, жоспар құрып, график құрып, олармен сөйлесуге тырысыңыз. Төртіншісі, өміріңізді басқарыңыз. Көп адамдар өміріне салғырт қарайды, басқармайды. Және өз өмірін адам басқармайтын болса, өзін бақытсыз сезінеді. Как будто өмірде барлығы случайно болып жатқан секілді. Сондықтан мына тапсырманы орындаңыз. Өміріңіздегі маңызды сфераларды жазып, соларды басқарыңыз. Мысалға, спорт, денсаулық, қарым-қатынас, ақша жинау, кітап оқу, солар болуы мүмкін. Сен бұл именно маңызды сфераларды басқару арқылы барлық проблемалардан құтылып кетпейсің. Бірақ сенің қолыңнан барлығы келетінін, өміріңнің өзіңнің қолында тұрғанын біле бастайсың және өзіңді бақытты сезіне бастайсың. Өйткені сен әрбір өміріңдегі маңызды сфераларды уже басқарып бастайсың. Спорт болса, күнделікті график қойып, сол бойынша тренировка жаса. Қарым-қатынас болса, отбасыңа көңіл бөл. Кітап оқу бойынша оған осы күнделікті 30 минут уақыт бөлу деген секілді күнделікті өміріңді кішкентайдан басқаратын болсаң, онда өмірің түбегейлі өзгеруіне әсер бар. Мысалға, мен толыққанды жоспармен жүретін адам. Trello деген программаны қолданам. Күнделікті айға жоспар құрам, айдың ішінде аптаға жоспарлар құрып, соның барлығын қарап отырам. Графикте толыққанды сіз қайда бара жатқаныңыз көрініп тұру керек. Сіздің мақсатыңыз бар ма? Мысалы, бір айдан орындалу керек. Бір айдан кейінгі орындалатын мақсатыңызға әсер ететін әрекеттерді бүгін жазуыңыз керек. Тура осылай өміріңізді күнделікті басқаратын болсаңыз, айлық, жылдық мақсаттарға жету жеңіл болады. Мысалы, спорт саласы бойынша менде аптасына 3 рет тренировка стабильно. Отбасы болатын болса, аптасына 2 рет менде демалыс деген секілді өміріңді жоспарлап басқаратын болсаң, өзіңді бақытты сезініп, нәтижеге шыға аласың. Бесіншісі, ойыңызды өзгерту. Егер ойыңыз всегда дұрыс емес, жаман ойларды болатын болса, онда әрекетіңіз де дұрыс емес болады. Дұрыс ой, дұрыс әрекетті тудыртады. Және өміріңізде осыған сәйкес дұрыстала бастайды. Адам егер өзінің ойынан бастап дұрыс емес болатын болса, өмірі хаос болады. Конфуцийдің сөзі бар, егер ойыңызға абай болыңыз дейді. Ойыңызға абай болыңыз, өткен кез келген әрекет бірінші ойдан басталады дейді. Сондықтан всегда дұрыс ойда болған дұрыс. Және жаман ойлардан арылып, жақсы ойлауға көмектесетін 3 қана техника бар. Біріншісі бұл шүкіршілік жазу. Не нәрсеге шүкір етесіз? Күнделікті отбасыңыздың барына, балаңыздың барына, немесе денсаулығыңыздың мықты болғанына, аман есен, барлық дене мүшеңіз сау, соған шүкіршілік жазуыңыз керек. Күнделікті өзіңіздің жазып жүрген блокнотыңызға. Визуализация жасау. Бұл да көмектеседі. Айтпаймын, мен визуализация бірден сізді сол өміріңізде барлығы орындала береді деп айтпаймын, бірақ сізді жақсы ойға шақырады всегда. Сіз жақсы ойлай бастайсыз, өзіңізге сенімді бола бастайсыз. Бай болуға болатынына сенімді болу, ол да уже белгілі бір жеңісті. Одан кейін идеалды күн жазу. Бұл да үлкен инструмент. Мен өзім блокнот аламын да, алдағы 3 айға өткен шақтағы формада өзімнің идеальный күнім жазам. Бұл кәдімгідей бөлек бір видео арнау керек бұған. Жалпы идеальный күн, жаңа қысқаша айтқандай, өзіңнің 3 ай алдын өтіп кеткен, сен қалай өзіңнің бір күндік өміріңді идеально деп айта аласың, соны описать етіп жазасың. Таңертеңнен кешке дейін. Және оны күнделікті жазу керек. Күнделікті жазған сайын сен уже жақсы ойда бола бастайсың. Төртінші техника неде қоса салайық, как бонус ретінде, бұл аффирмация. Енді мен бұны бір өзім қолданамын деп айтпаймын. Шыны керек, аффирмация мен мықтымын, мен білімдімін, немесе мен қолымнан келеді деген секілді нәрселер. Ол да адамға белгілі бір көмектесетін инструмент, бірақ өзім қатты көп қолданбаймын. Алтыншысы бұл пайдалы және позитивный контенттерді тұтыну. Тоже бір негативный музыкалар, жылауық музыкалар, немесе сондай бір көңілді босатып жүретін рилстарды көре беру, ол дұрыс емес. Күнделікті норма болу керек. Мысалы 80-20. 80% пайдалы,
позитив алып келетін контенттер көрген дұрыс. 20% енді өзің демалу үшін, өзің білесің. Бірақ большинство 80% сенің өміріңде пайдалы және позитив алып келетін контенттер болған дұрыс. Мысалға мен бұл уже осы 80-де 20-ны қолданамын және күнделікті әлеуметтік желілерге лимит қоямын. Мысалы мен күнделікті 1,5 сағат қана TikTok'та отырамын. Болды, лимит. Телефонда өзі лимит қоятын приложениелері бар, соны қойып тастасаңыз сіз қайтадан кіре алмайсыз. Инстаграм то же самое, менде сондай лимитте тұр. Что мен күнделікті ішінде Инстаграм қарап отыра бермей үшін, уақытты тиімді пайдалану үшін осылай басқарамын. Жетіншісі бұл жоспар құру, план құру. Қазіргі өміріңіздегі ямадан шығаруға көмектесетін осы жоспар. Және осы жоспарды құрғаннан кейін міндетті түрде әрекет жасау керек. Мен өзім 2024 жылы қиын ситуациялар болған кезде жаңағыдай айттым ғой, эмоционально сіз дұрыс емес ойда болып кетуіңіз мүмкін. Қолыңыздан как будто всегда еш нәрсе келмейтін секілді болып кетуі мүмкін. Сол кезде сізді құтқаратын бұл осы жоспар және әрекет жасауда. Қанша жерден сізде мотивация болмаса да, қанша жерден сіз эмоционально жаман сезініп тұрсаңыз да, дисциплинаға отырасың, жоспарды құрасың, сол бойынша әрекет жасайсың. Тек сол арқылы ғана ямадан шығуға болады. Мен әрқашан өзімді эмоционально басқаруға отырсам және ойымды басқаруға отырсам. Өйткені ой мен эмоция сізді біраз жерге апарып тастайды. Сіз өз-өзіңізді жеп тастауыңыз мүмкін қарызға, ямаға кіріп кеткен кезде, депрессияға түсіп кеткен кезде. Сол үшін осы екі нәрсені контрольда ұстау үшін сізде жоспар болу керек және сол жоспармен тупо әрекет жасайсың. Ақыл қоспайсың, мыналарды жасау, әрекет жасау керек. Көп әрекет жасау сізді ямадан шығару көмектеседі. Қиыншылықтан қашпау, қорытындылайық. Қиыншылықтан қашпау керек. Өткен шақ ол болашақта не болатынын білдірмейді. Қазіргімен өмір сүру керек. Ямаға кіргізген әрекеттерді өміріңізден алып тастауыңыз керек. Қандай қателіктерді сіз жібердіңіз, соларды мойындау керек және соларды қайтадан жасамауға тырысу керек. Төртіншісі, өміріңізді басқарыңыз. Өзіңіздің өміріңіздегі кішкентай сфералардан болсын. Ойыңызды өзгерту керек, жақсы жаққа. Жақсы жаққа өзгертудің бағана техникаларын түсіндірдім. Пайдалы және позитивті ғана видеолар, контенттерді көру, тұтыну. Және план құру. Жалпы осы 7 нәрсе сізді қазіргі қиыншылықтан құтқарады, ямадан шығарады, көмектеседі. Осылар бойынша мен өзім біршама қиыншылықтан құтылғанмын. Любой адамның басына қиыншылық келеді, проблемалы келеді. Күнделікті проблемалы болуы мүмкін және одан көмектесетін шығуға. Міне осы 7 қадамдар. Егер өміріңізде қиыншылық, проблемалар ақшаға қатысты болса, мен сізге арнап қалай 2025 жылы 1 миллион теңге табуға болатынның толық схемасын дайындап қойдым. Ол видео дайын, сол видеоны көріп шығыңыз. Көптеген оқырмандар осы видеоны көріп, мінекей осындай видео отзывтар қалдырды. Сіз де сол видеоны көріп, өзіңізге жоспар құрып, осы 2025 жылы қаржылай еркіндікке шығыңыз. Видео пайдалы болса, комментарий жазып, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Және қиыншылықта жүрген досыңызбен осы видеоны бөлісіп қойыңыз.